Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында донер әзірлейтін боламыз. Бұл жерде менде тауықтың төс еті, дәмдеуіштер және тұз, сұйық май, соусқа қажетті өнімдер, майонез, сырный соус, кетчуп менде ашыт емес, және бір бума укроп. Одан кейін 2 қияр, 2 помидор, сәбіз салатымыз және картошка фрейміз. Картошка фреймізді қазір қуырып дайындап алатын боламыз. Оған қоса лаваш. Олай болса, ең алдымен тауықтың төс етінен бастайық. Осы тауықтың төс етін соломкалап турайтын боламыз. Қатты ірі қып тураудың қажеті жоқ, себебі донерді ораған кезде ыңғайсыз болады және жеген кезде ыңғайсыз болып тұратын болады, үлкен болып. Орташа соломкалап, осылай турап шықтым барлығын. Осы бір тауықтың төс еті бізге жетеді. Осы тауықтың төс етін салып ыдысқа, үстінен дәмдеуіштерді қосып 10-15 минутқа қойып қоятын боламыз. Бұл жерде менде 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық паприка және 1 шай қасық тауық етіне арналған дәмдеуіш. Осы дәмдеуіштерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араласқаннан кейін үстінен 1 ас қасық сұйық май және 1 ас қасық соя тұздығын құятын боламын. Соя тұздығы біздің етіміздің дәмді және тез жұмсаруына керемет әдемі түс беру үшін қажет. Осылай етімізді дайындап 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Осы уақыт аралығында майға картофель фреймізді қуырып аламыз. Ол үшін картопты соломкалап турап, салқын суда 3-4 қайтара жуып, құрғақ орамалда кептіріп алдым. Осы картошка фреймізді қызып тұрған майда қызғылт түске енгенше қуырып алдым. Үстінен бірден тұз себелеп алдым. Тұз себелесеңіздер, тұзы сіңіп, дәмді болып тұратын болады. Келесі бізде тауықтың етін табада қуырамыз. Ол үшін табағымызға сұйық майымызды құйып, қыздырып, қызып тұрған майда тауықтың етін қуыратын боламыз. Етіміздің суы тартылғанша қақпағын ашып қойып қуырамыз. Суы тартылған етті астын отын баяулатып, қақпағын жауып 15 минут пісіріп алатын боламыз. Осы уақыт аралығында қиярымыз бен помидорымызды турап алайық. Қиярды орташа соломкалап турадым. Осылай турағандарыңыз дұрыс болады, донердің ішінде ыңғайсыздық тудырмайды. Помидорды да дәл осылай турап алдым. Отбасыларыңызды қуантқыларыңыз келсе, үйде дәмді бір нәрсе пісіргілеріңіз келсе, дәл осы менің рецептім бойынша донерді дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Олай болса, менің видеом сіздерге ұнаған болса, подписка жасап, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Келесі соусымызды дайындап алайық. Соусқа укропты жақсылап турап, майдалап, үстінен кетчуп. Егер сіздер қатты қышқыл донерді қаламасаңыздар, кетчупты азырақ қосыңыздар. Үстінен сырный соус және майонез. Осы өнімдерді қосып, жақсылап араластырып қойып қоятын боламын. Келесі барлық заттарды осылай дайындап алатын боламын. Дайындап алғаннан кейін донерімізді жинауға кірісейік. Ол үшін лавашымыздың бетіне 1 ас қасық соусымыздан жағып, үстінен тауықтың етін салып, осы тауықтың етінің үстінен қияр помидорымызды кезектестіріп салатын боламыз. Менің видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Олай болса, менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий жаза кетсеңіздер, мен қуанып қалатын боламын. Осы қияр помидордың үстінен фриді салдым. Фридан кейін соус құйдым. Соус біздің донеріміздің сочный, мочный болып шығуына, керемет дәм беруіне көмектеседі. Соустың үстінен сәбіз салатымды салып, осы донерді орап алатын боламын. Барлық донерді дәл осылай жасап шығамыз. Менде 10 донер шықты.
осы донерді қызып тұрған құрғақ табада 2 бетінен қызартып аламыз. Дәмі тіл үйіретін, бір жасағаннан керемет болып шығатын донеріміз дайын. Ортасынан кескен кезде дыбысы өте керемет, сырты қытырлақ, дәмі тіл үйіретін донерді сіздер де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Олай болса, келесі рецепттерде кездескенше сау болыңыздар.